Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге балалық шағымызда ең дәмді тәттінің бірі бұл орешкидің рецептімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан ақ өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал жасалу жолына келсек, жұмыртқаның сарысы мен қанты жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Одан кейін үстіне қаймақ, ванильді қант, я болмаса ванилин және де тұз қосып, жақсылап миксерлейміз. Одан кейін бөлек ыдысқа елеуіштен өткізілген ұн мен жаңағы сары майды қосып, жақсылап қолымызбен үгітеміз. Содан кейін үстіне сода қосып, жақсылап араластырамыз. Я болмаса соданы ұнмен бірге елеуіштен өткізіп қосып жіберсеңіздер де болады. Енді осы ұнымызға бағанағы дайындап алған жұмыртқа массасын қосып, жұп-жұмсақ қылып қамыр илейміз. Енді біздің формамыз қызғанша жаңағы қамырымызды кішкентай бір келкі шариктерге бөліп дайындап аламыз. Содан кейін жаңағы бөліп алған шариктерімізді қызған формаға салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Осындай кезекпен барлық орешкаларымызды пісіріп аламыз. Келесі кезекте піскен орешкаларымыздың ішін қайнатылған, қоюлатылған сүт, яғни вареный сгущенкамен толтырамыз. Жаңағы орешкамыздың ішін вареный сгущенкамен сары майды қосып араластырып толтырсаңыз, өте дәмді болып шығады. Осындай вариантпен жасап көріңіздер. Видеода көрсетілгендей барлық жаңғақтарымыздың ішін толтырып, бір-біріне жабыстырып дайындап шығамыз. Осы орешкаларымыздың ішіне жаңағы вареный сгущенкамен бірге грек жаңғақтарын, я болмаса миндальды салуға болады. Ол енді әркімнің өзінің қалауынша. Ауызда еритін өте дәмді орешкалар жасағыңыз келсе, осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Бір жасағаннан ақ 100%-ға жақсы болып шығады деп айта аламын. Рецептім сіздерге ұнайды деген үміттемін. Келесі жүздескенше.